Сатқын деген. Енді бәрі сатқынсың. Білмеймін. Тас түскен жеріне ауыр дейді. Кстати, сіздерге Айгөлектің менеджермін деп звондап жатса, уайымдамасаңыздар болады. Күніне 500-600 адам жазады да, мен иногда физически үлгермей қалам. Потому что уже капсула алып қалған кісілермен сөйлесіп қалам, иногда инструкция айтып отырам, қалай ішлеу керек, қалай дұрыс деген сияқты. Новый клиенттерге жауап беремін, тек қана рассылка жіберіп отырамын. Осындай моменттерде менеджерлерім хабарласып, сіздерге толық ақпараттарды түсіндіріп айтып бере алады. Және де төлем жасайтын кезде уайымдамай, счет жіберетін болса, ИП Байболат деп шығады. Сондықтан қорықпай қойсаңыздар болады. Айтып қойын деймін ғой. Қалайсыздар? Менің тездан заказ берген тапсырыстарым келді. Ол жақтан мен не заказ бердім, енді кішкене распаковка жасап жүрейін. Негізінде өзім осындай видеоларды қараған жақсы. Қыздар, жігіттер, распаковка отдельно болады. Кешке, скорее всего, мен вообще андай уақытым болмай жатыр. Нереально болып жатыр ғой. Кипиш. Жақсы кипишшер. Жасаймыз, я? Ашып көрсетем. Күткен қыздар, міне сөзімде тұрдым. Ашып көрсетем. Бірге жасарамыз. Хорошо? Рахмет. Асықыз. Миллионерлер де уақыт болмайды. Әкеп бергеніне рахмет. Давайте сторис шығамыз, сосын кездесеміз. Там кім не алды деген сияқты. Бірінші затым, енді ол менің кішкентай бөбегіме. Қызыма осындай екі түрлі брендтен сразу бір трусики, бір подгузник тапсырыс бердім. Үлкеннен ванный халат алдым. Баняға барғанда деген сияқты. Осындай киімін шаятын арнайы кондиционер тапсырыс берген болатынмын. Және де ол программада бір жақсы заказ берген заттарыңыз барлығы 1-2 күнде ғана келеді. Бір максимум 2 күн шығар. Еще ол жақтан сіздер тамақ түрлерінде тапсырыс бере аласыздар. Кстати, кеше қолдауларыңызға алғысым шексіз. Мен салған видеомда әшейін бір кадрдан салғанмын. Жаңағы шаш жасап тұрғандағы ән айтқан сәтті. Прям просмотр да жақсы, комментарийлер кеткен. Мені сағынғандар бар екен, даусымды алдағы уақытта енді солай салып тұрсам ба деген ой келді. Негізі жай салғанмын, тупо. Сөйтсем тиктоктан да, инстаграмдан да жақсы қаралымдар жинапты. Енді алдағы уақытта ойлап жатырмын, сөйтіп ән айтып тұрып, клиенттерімді таңғалдырсам ба деп. Қолдауларыңызға рахмет. Сіздер мені қолдаған сайын мен шабыттанамын. Сол жайменде мен творчествоға бет бұрып жатырмын. Что-то бір шабытым ашылды ма, сондай бір күшті бірдеңелер болып жатыр менде. Сол күндеріңізге сәттілік тілеймін. Бүгін менің күнім насыщенный болады, бұйырса жүгіремін анда-мында. Қолым тисе сториске ораламын. Күндеріңізге сәттілік тілеймін.